елдің әл-ауқаты мен болашағының негізі. Жастарымыз адал еңбекпен елге қызмет етуді өмірлік мақсат етуі керек. Әділетті Қазақстанда еңбекқор адал азаматтар ғана құра алады. Жас диқаншылар ұйымында 12 оқушы бар. Жас диқаншылар отрядының мақсаты ауыл шаруашылығы еңбегінің мәнін түсіндіру, күріш өсуі, ісіне қызығушылықты арттыру, еңбекке баулу арқылы оқушылардың жауапкершілігін, табиғатқа сүйіспеншілігін тәрбиелеу. Ағдала өңірінің күріш алқаптары туралы білімдерін кеңейту. Бүгінгі менің слайдымның тақырыбы күріштің пайдасы мен қолданылуы. Күріш бүкіл әлемге тұтынылатын өнімдердің бірі. Ол көптеген халықтың ас мәзірінен орын алады. Күріш ауыл шаруашылығының ежелден келе жатқан мәдени дақылы. Ол дәнділер класына жатады. Жер бетінде өндірілетін күріш егілетін жер көлемі мен өнімділігін бойынша екінші орында тұр. Сондай-ақ Қазақстанда күріштің сорттары Украина 1, Украина 3, Кросс 358, Узбекский 4, Донский 402 және де басқа да сорттарға сынақ жүргізілуде. Олардың көпшілігі 1 гектардан 70-75 центнерге дейін өнімін беруде. Күріштің бізде күн жылулығы мен күріштің өсіп-өнуіне әсер ететін жылулық режимі. Мысалы, өне бастаған уақытта 12-14 градус аралығында температурада өне бастайды. Ал олардың дамуына 27-33 градус аралығы қолайлы уақыты болып саналады. Ал 41 градустан асатын болса, күріш бүршіктері кеуіп өсуін тоқтатады. Сонымен сөзімді толықтай қорытындылай келе, күріш өсуінде климат пен жылулық режимін дұрыс таңдай білу, мол өнімнің алуының басты шарты күріш адамзат азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін маңызды ауыл шаруашылығы дақылы.